Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге отчеттарыңыз автоматты түрде 0 мен нулевкамен тапсырылсын десеңіздер, базадан қалай настроить етуді көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар көрсететін боламын. Ең алдымен сіздер кабинет налогоплательщика ESNA жүйесіне кіріп аласыздар. Және бұл жерде жоғары жақта аты жөндеріңіз және иіндеріңіз шығып тұрады. Сол жерге барасыздар. Міне ФНО деген таңдайсыздар. Ары қарай төменге қарай добавить дегенді басасыздар. Код ФНО деген жерге сіздер қандай отчеттарыңыз автоматты түрде нулевкамен тапсырылып тұрсын, соны таңдап аласыздар. Және қай жылдың отчеты және қай квартал. Осы жерде я подтверждаю деген жерге галочка қойып, подписаться и отправить деп ЭЦП күлшіштарыңызбен қол қойып жібере бересіздер. Және де тек қана бұл жерде екінші формада отчет емес, бүткіл отчеттарыңыздың сөйтіп осылай настроить етіп қойсаңыздар болады, егерде нулевкамен тапсыратын болсаңыздар. Міне мен қазір ЭЦП-мен қол қойып жібердім. Міне добавлено деп тұр. Осы жерде осылай қоя берсеңіздер болады.